Сәлеметсіңдер ма балалар? Тәрбие сабағымыздың бүгінгі тақырыбы діни экстремизм әлемге төнген қауіп. Бүгінгі сабақтағы біздің мақсатымыз діни экстремизм, терроризм туралы терең түсінік алу, оның түрлері, себептері мен зардаптарын білу. Жасөспірімдерге қоғамның әлеуметтік, құқықтық, діни сипаттарын ұғындыра отырып, олардың террорлық, лаңкестік және діни экстремистік бағытта арандатуға жол бермеу. Сондай-ақ болашақ жастарға бейбітшіліктің маңызын және мейірімділік пен ізгіліктің, адамдарға жақсылық жасай білудің өмірдегі басты ұстанымы екенін ұғындыру. Экстремизм дегенімізді қалай түсінеміз? Экстремизм деген латын сөзі. Ең соңғы төтенше шеттеу, яғни орталықтан ауытқу, тәртіпке бағынбау, өз пікірімен ғана іс-әрекет жасаушы деген ұғымды білдіреді. Экстремизмнің пайда болуы надандыққа, көрсоқырлыққа бейімделген көзқарастардан туындайды. Яғни олардың ойы тек қана менің пікірім дұрыс, өзгенікі бұрыс дегенге келтіреді. Сондай-ақ өзгелерді көре алмау, түсінбеу немесе түсінгісі келмеу. Олар өздерін өте таза, кіршіксіз санап, басқаны адасушыларға жатқызады. Тура жол көрсеткендерді мойындамайды. Міне осы себептерден түрлі төңкерістер мен қантөгістердің орын алуы әбден ықтимал. Экстремизм мүшелерінің көздеген мақсаттарына жету үшін еш нәрседен қаймықпайды. Тіпті өздерін құрбан етуге де әзір. Осылайша күш, қару қолдану және заңдарды, сенім-нанымдарды аяққа таптап, дін атын бүркемелеп, өз мақсаттарына жетуге тырысады. Мұсылмандық адал, таза, тіршілікті лайлауға барынша тырысып баққан, бөгде, бөтен, пасық пиғылды адамдардың арамызда жүргендігі жасырын емес. Сол ағымдардың алдауына, азғыруына көніп, отбасы мен серияға кетіп қалғандар қаншама. Қаншама қандас бауырларымыз діни сауатсыздықтың салдарынан, рухани дүниенің таяздығы салдарынан осы теріс ағымдардың қол шоқпары бола, солардың жыртысын жыртып, сойылын соғып жүр. Экстремизмнің түрлері терроризм, расизм, этноцид, геноцид бәрі де күш қолдануға сүйенген. Экстремизмнің бүгінгі таңда кең тараған түрі терроризм. Террор латын сөзі, қазақшаға аударғанда қорқыныш, үрей, яғни мағынасы қорқыту дегенді білдіреді. Терроризм мен діни экстремизм адамзат баласына қауіп пен қатер төндіретін ұйымдар. Олар өз мүдделерін жүзеге асыру үшін небір озбыр әрекеттерге барады. Билік пен байлыққа қол жеткізу үшін ештеңеден тайсалмайды. Билікті орнына кетіріп, дінді сылтау етіп, адамдар өміріне қауіп ұялатады. Қоғам арасында алауыздықты тудыртып, тыныштықты бұздырады. Осындай діни ұйымдардың бірнешеуіне тоқтала кетейін. Салафиттер. Бұлар жетшілпек пісіруге, бейіт басына баруға, ата-баба басында құрбан бағыштауға қарсы. Ал қазіргі заманның салафилерінің іс-әрекеттері Құран аяттарын өз беттерінше өзгертіп алған. Такфиршілер ұйымы, олар өздерін таза мұсылмандар санап, өзгелерді кәпірге есептейді екен. Египеттен бастау алған бұл ағым өзге мұсылмандармен араласпайды, мешітке бармайды. Мұсылмандар арасында жік салушы, мемлекеттің саяси бағытын қабылдамайды. Олар дін ақиқатын білуге талпынбайды. Ағым мұсылмандар арасында іріткі салып, олардың бірлік ынтымағын бұзуға тырысады. Дау жанжал туғызу арқылы мемлекеттің саяси экономикалық бағдарламасының нығаюына кері ықпал жасайды. Таза ислам деп аталатын діни бұлардың ұстанымдары, олар адам ұрлау мен қарақшылықпен айналысады. Осындай топ 2008 жылдың желтоқсан айында ұсталған екен. Таблиғ жамағаты деп аталатын топ, бұлар дін уағыздаушы топ деген ұғымды білдіреді. Яғни үгіт насихат жүргізу. Олар ислам дінін өздері құрған ереже бойынша насихаттайды. Өздерін саясаттан бөлек ұстайды.
сақал қойып ұзын көйлек киеді. Туған күнге, ұйымның іс-әрекеттеріне, мерекелерге баруға тыйым салады. Келесі бір топ хизбутшылар дейді. Бұлар мемлекеттік шекараны мойындамайды. Олардың мақсаты не? Бейбіт жатқан мемлекеттерде азамат соғысын ұйымдастыру, мемлекеттің экономикасын құлдырату, ұлтаралық, дінаралық бүліктер туғызу, мемлекеттерге қару-жарақ, есірткі заттарын тасымалдау. Мұндай ағым біздің елімізде де кездеседі. Сондықтан исламның атын жамылып, өз мақсаттарын, жаман істерін жүргізушілерден аулақ болайық, балалар. Келесі уахабилер дейді. Бұл солау Сауд Арабиясында дүниеге келген. Бұлар мәдениетті, өнерді мойындамайды. Бұл ағымның белгілері мемлекет заңдарына бағынбау, пайғамбарымыздың кейбір хадистерін мойындамау, әулиелерге зиярат жасауға болмайды деп есептейді. Садақа беруге мүлде қарсы, мешітке кіріп намаз оқымайды. Мемлекеттің тәуелсіздігіне нұқсан келтіреді. Өкінішке қарай, біздің елімізде де осындай қауіпті ағым жолын ұстанушылар кездеседі. Олар ата-аналарын да сыйламайды, туыстарымен де қатынаспайды. Осындай ағымдардан аулақ жүргеніміз абзал. Қазіргі күні Қазақстанды емес, Евразия кеңістігін мекендеген мұсылман халықтардың басына түскен басты нәубет діни экстремизм десек, артық айтпаған болар едік. Жер жаһанды жаулаған экстремизм, терроризм. Бұл кесел жаңа ғасырда белең ала бастаса да, әлемнің біраз мемлекетін қанға сатып үлгерді. Сол себептен де елбасымыз осы діни алауыздықтың алдын алу мақсатында Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2013-2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын құрды. Елбасымыздың айтқандай, татулық пен келісім біздің көп ұлтты үйде бұл Қазақстанның басты игілігі. Біздің негізгі мақсатымыз халықтың бірлігін сақтау. Діни экстремизм бейбітшілік пен тұрақтылыққа төнген қауіп. Әрбір азамат қоғам тыныштығы үшін діни экстремизмге табанды түрде қарсы тұру тиіс. Сондықтан бәріңді діни сауаттылыққа шақырамын.